أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Барлық мадақ, мақтау әлемдердің жаратушысы Алла Тағалаға тән, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға салауаттар мен сәлемдер болсын. Қадірменді жамағат, құрметті момын мұсылмандар, қасиетті жұма баршамызға мұбарак болғай. Алла барлығымыздың тілек ниетімізді қабыл еткей, басып келген қадамдарымызға Алла сауап жазғай. Адам өмірінде берекенің жойылып, бақытсыздыққа алып келетін рухани дерттердің бірі ысырап. Ысырап сөзі тілдік тұрғыда артық шығынға жол беру, өзіне берілген дүниені шашу дегенді білдіреді. Қасиетті Құранда Аузу биллахи минаш шайтанир раджим иннаху ла юхиббул мусрифин. Расында Алла ысырап етушілерді жақсы көрмейді деп ысыраптың жаратушыға ұнамсыз іс екендігі баяндалған. Ыбырай Алтынсарин бабамыз мұсылманшылықтың тұтқасы кітабында исрап дегеніміз Құдай Тағала берген дәулетін харам, мәкрух орындарға яки қай түрлі болса да тиіссіз орындарға шашып жұмсауды айтады. Бұлай болғанда мырзалық, хайырлы болмақ деп, бет алдына тиісті-тиіссіз орынға мал жұмсауды мырзалыққа, жақсылыққа қоспайды. Бұл мінезді дүниеде ақмақтық һәм амалды исрап дейді. Исрап харам деп жазған атамыз. Ал енді Шәкәрім бабамыз қайтер еді жігіттер, тым қымбатты кимесек, мақтан үшін борышты үсті-үстіне үймесек деп қарапайымдылыққа шақырып ысыраптан сақтандырған. Ал енді шариғи тұрғыда ысырапты әл-исрафу және әт-табзиру делінген екі түрлі болады. Әт-табзиру дүниені рұқсат етілмеген затқа не іске жұмсауға қатысты қолданылады. Ысырап рұқсат етілген іске дүниені қажетінен тыс асырып жұмсау болса, табзир мал дүниені тыйым етілген істерге жұмсау. Мысалы, ақшаны арақ, құмар ойын сияқты тыйым етілген істерге жұмсауды табзир деп атайды. Қасиетті Құранда Алла Тағала айтады: «Иннал мубаззирина кану ихвана шаятини ва кана шайтану ли раббихи кафура». Сөзсіз, дүниелерін тыйым етілгенге жұмсағандар шайтанға бауыр болмақ. Ал шайтан Раббысына тым күпірлік етуші деп Исра сүресінің 27 аятында Алла Тағала баяндайды. Қазіргі таңда лудомания, игромания, наркотиктерге қатысты көптеген дүниелерге адамдар қаражат жұмсайды. Бұл мінеки Алланың тыйым салған істерінің бірі. Бүгінгі жұма уағызымызда исраптың көріністері мен одан сақтанудың жолдары жөнінде баяндайтын боламыз, қадірлі жамағат. Ысыраптың көріністеріне тоқталсақ, бірінші дүниедегі ысырап.
Мал дүниедегі ысырапқа дүниені орынсыз жерге шашу, харам нәрсеге жұмсау сияқты істер жатады. Алла тағала қасиетті Құранда «Уәлләзина иза анфақу лам юсрифу ва лам яқтуру ва кана байна залика қауама». Олар мал дүниені жұмсағанда ысырап та қылмай, сараңдық та істемей, осы орталықта тұрады деп баяндайды Фурқан сүресінің 67 аятында. Ғалымдар бұл аятта ысырап та қылмай дегенді мал дүниені тыйым етілген іске жұмсамау деген мағынада келетіндігін айтады. Осман ибн Асуад Мұжахидпен бірге Қағбаны тауып еткен болатынмын дейді. Ол маған айтты дейді: егер 10.000 дирхамды Алла тағала бұйырған іске сарп етер болсаң, ол ысырапқа жатпайды. Ал тыйым еткен іске 1 дирхам жұмсайтын болсаң, ол ысырап деп насихат айтты дейді. Алла бұйырған іске қанша дүние жұмсасаңыз, ол ысырап емес. Ал енді Алла тыйым еткен дүниеге 1 дирхам жұмсасаңыз, ол исрап, ол харам. Яғни бір кедей бар, көмектесесіз. Қанша көмектессеңіз де исрап емес, жағдайын жасап берсеңіз болды. Ал енді Алла тыйым еткен әртүрлі күнәлі істерге 1 дирхам жұмсаудың өзі исрап. Мұсылман адам сараңда болмай, ысырап қорлыққа да салынбай, осы екеуінің ортасын ұстауға қажет, қадірлі жамағат. Қазіргі күні тойларымызда, тіпті өліміміздің өзінде ысырапқа жол беріп жатамыз. Тойды елден ұят болмасын деп, қарызға, несиеге ақша алып жасаймыз. Ел бір тойып, жақсы өтті деп кетер. Бірақ енді ана шаңырақ көтеріп отырған жастардың өмірін бұлайша борышпен бастау қаншалықты орынды болмақ. Жастар үйленді, енді мінеки отбасын құрған кезде олардың себебімен олардың өзіңізді қарызға батыру қаншалықты дұрыс. Сондықтан қазақ айтады ғой, көрпеңе қарап көсіл дейді. Жағдайға қарап той жасасақ. Қазіргі заманда осы уақытқа сай әртүрлі тойлар болып жатады. Бірақ ең үлкен дүние, қадірлі жамағат, ысырапқа берілмеу. Қарыз алып, қиналып, елден ұят болады деп күнәға батып қалмау. Осыны біз алдын алсақ. Аста төк шашылудың түбіне үгінсек, көбіне оның басты себебі өзінде жоқты бар етіп көрсетіп, дүниесін шашу. Сол арқылы өзгелердің көзіне жақсы көріну. Өзінде жоқ, бірақ сол жоқ деп ойламасын, бізді бар деп ойласын деп неше түрлі Алла сақтасын істерге барып қоюымыз мүмкін, одан сақтанайық. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы осындай шашта төгілге қынжылып, той деп шашылды, ас деп шашылды, ар, білім деп дәулет шашарға қай қазақтың қайрат жетеді деп күйзелген екен. Қараңызшы, той, ас деп шашылады, бірақ ар, білім деп шашылуға қай қазақтың қайрат жетеді деп күйзеліп сөйлеген екен. Омар Қараштың артық дүние тілеп, артық ысырап қылмаңдар, оның өтеуін төлей алмай қаласындар дейтін сөзінің салмағы да зіл батпан. Өлімнің өзінде қаралы болып жатқан отбасы ірі қара мал іздеп дастарханды қалай жаямын, келген көпшілікті қалай тойдырамын деген уайымда болады. Көбіне мұндай дастарханымыздың да тойдан аз кем ғана айырмашылық болып жатады. Мұндай жағдайда шығынға, ысырапқа жол беру мүлде дұрыс емес. Ол іс шариғатымызда да құптамайды. Сол себепті қаза болған жерде де
қаралы отбасына ауырлық келтірмейтіндей қарапайым дастархан жайылып дұға етілуі жеткілікті, қадірлі жамағат. Өкінішке орай бізде салтта мынандай бар: мал сойған, түйе сойған, қой сойған деп міндеттелмеген дүниелерді айту арқылы адамдарға қиындық алып келеді. Шариғатымызда адам қайтыс болған үйден 3 күнге дейін ас жеудің өзі құпталмайды. Неге? Өйткені олар қаза шегіп отырған үй. Оларға сырттан келген адамдар көмектесіп, көңіл айтып, жұбатуы тиіс. Сондықтан қадірлі жамағат, қолымыздан келгенше қазалы үйге біз салмақ салмай, қолдау білдіріп, көмектесіп, оларға дұға етіп, көңіл айтып, қайтыс болған кісілерге дұға ету, жақындарына көңіл айту арқылы сауап алайық. Сондай-ақ қадірлі жамағат, адам қайтыс болғаннан кейін де қабірдің басына үлкен-үлкен күмбезді үйлер тұрғызып тастайтынын білесіздер. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осы істе осыдан бірнеше жыл бұрын қолға алып, қазіргі таңда бірнеше облыстарда муфтият ұйымдастыруменен жерлеу рәсімдері қолға алынған. Соның бір ұстанымы, кім егер осы рәсімді қолданатын болса, олар қабір басын бірдей қылып, сол жерде жатқан кісілерменен көп үлкен емес, 4 құлақ дейді қазақта, сондай 4 құлақ жасап, кішігірім құлпытас қойып, қабірді көтеру тәртібі қолға алынып, қазір жұмыс жасалып кетті. Аллаға шүкір, біраз кісілер оны құптап, осы істі жасап жатыр. Сондықтан қолымыздан келгенше ысырапшылдыққа, қадірлі жамағат, қаза кезде жол бермеуге тырысайық. Бұл енді дүниедегі ысырапшылдық. Екінші қадірлі жамағат, ысырапшылдықтың түрі ішіп жеудегі ысырапшылдық. Аллаға шүкір, қазір таңда молшылық заман, тамақ көп, Аллаға шүкір, жұмыс істеген адам үшін. Бірақ дегенмен бұның да ысырабы болады. Адамның көрсе қызарлыққа салынып, тойғаннан артық жеуі ішіп жемдегі ысырапқа жатады. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: «Вакулу вашрабу валя тусрифу». Ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер дейді. Ағраф сүресінің 31-ші аятында. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, «Мә мәләә әдәмиюн уиәән шарран мин батн. Бихасби ибни Адама луқайматун юқимна сульбаху. Фаин кана лабудда фаилуху фасулусун литаамихи ва сулусун лишарабихи ва сулусун линафсихи». Адам баласы еш уақытта асқазанынан өткен жаман ыдыс толтырған емес. Қараңызшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай бізге өсиет айтады: адам баласы еш уақытта асқазанынан өткен жаман ыдыс толтырған емес. Негізінде адам баласына белін түзеп, әлдену үшін аз ғана дәм тұз, азық жеткілікті дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Егер міндетті түрде ішіп жеу керек болса, асқазанның 3/1 тамаққа, 3/1 суға және 3/1 ауаға арнасын делін. Шіркін, егер біз осыны ұстайтын болсақ, біздің денімізде сау болады, ысырапқа да жол бермейміз. Али ибн Али Хусейн, Алла оның рахмын алсын, Алла Тағала денеміздің саулығын ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер деген аятқа сыйдырып айтқан. Халқымыздың да ауру астан, дау қарындастан деп жататыны осыдан болса керек, қадірлі жамағат. Бұл енді ішіп жемге қатысты. Қолымыздан келгенше ысырапқа жол бермей, денсаулығымызға зиян жасамай, сол кішігірім жеп, қатты тойып кетпей, қатты аш қалмай орта ұстайтын болсақ, Алла қаласа ысырап та жасамаймыз, денсаулығымызға зиян да жасамайды екенбіз.
Үшінші, судағы ысырап. Мысалы, қазір мешітке келіп жатырмыз, барлығымыз дәрет аламыз. Үйде дәрет аламыз, басқа жерлерде дәрет аламыз. Барлық жерде су тегін емес. Су ақылы. Сондай-ақ су тапшы уақыттамыз қазір біз. Су жеткізіп беруді оңай емес бүкіл халыққа. Осының барлығын ескеріп, қадірлі жамағат, жуынғанда, не дәрет алғанда суды шамадан тыс артық қолдану ысырап. Абдулла ибн Амрудан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи салам дәрет алып жатқан сааттың қасынан өтіп бара жатып, мынау не ысырап деп сұрайды. Саат дәретте де ысырап бар ма дейді. Алла елшісі, иә, тіпті ағып жатқан өзеннен дәрет алар болсаң да деп жауап берген екен. Қараңызшы, ағып жатқан өзен барып дәрет алсаңыз да ысырап жасамаңыз деп пайғамбарымыз бізге өсиет айтты. Бұл судағы ысырап. Төртінші, уақыттағы ысырап, қадірлі жамағат. Уақытты пайдасыз істермен өткізу уақыттың ысырабы. Алла тағала қасиетті Құранның фажр, духа, аср, ләйл секілді сүрелерінде түрлі уақыттармен серт еткен. Бұл уақыттың мұсылман адам үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтады: "Ниъматани мағбунун фихима касирум минан нас, ас-сихха вал фараг." Адамдардың көпшілігі қадір қасиетін біле бермейтін екі үлкен нығмет бар. Ол денсаулық пен бос уақыт дейді. Қазіргі таңда әсіресе ұялы телефонға үңіліп жатып, қаншама алтын уақытымызды ысырап етеміз. Қазіргі уақытта біздің көңілімізді аулап, уақытымызды ұрлайтын істер өте көп. Адам баласы ойланып, уақытын ысырап етпей, барынша тиімді істерге жұмсауы қажет. Сонда ғана біз көздеген мақсатымызға, жетістікке жете аламыз. Ал алтындай уақытымызды бос, пайдасыз өткізу соңы өкінішке алып келетін белгілі. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесіне барған болсаңыздар, егер барып жатсаңыздар, бір көңіл бөліңіздер, ең үлкен кіре берісіндегі есіктің тұтқасында, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесінде мынандай арабша жазу бар, мағынасы уақыт қылыш дейді. Сен оны кеспесең, ол сені кесіп түседі дейді. Яғни уақытты ұттырып алсақ, ертең біз жеңіліп қаламыз. Әр адамның өмірінде әрбір кезең бар. Осы отырған үлкендер жақсы білесіздер. Бала кезде не істеуіміз керек? Мектеп оқыған кезімізде, жоғары білім оқыған кезімізде қандай істерге біз көңіл бөлуіміз керек, ол біз үшін белгілі. Бірақ өкінішке орай жастар соны білмей жатады. Соны үлкендер оларға айтып, түсіндіріп, балам, бауырым, уақытыңды құр өткізбей, дұрыс пайдаланып қал, ертең біздің жасқа келгенде өкініп қаласыңдар деп айтып оларға түсіндірейік. Дәл сол сияқты да үлкен кісілерге де, жас үлкен кісілер, ақсақалдар, барлығымызға да уақыт өте маңызды. Әр адамның әр өміріндегі уақыты ол үшін маңызды. Сондықтан уақытымызды қолымыздан келгенше дұрыс пайдалануға тырысайық. Келесі, киімдегі ысырап, қадірлі жамағат. Киім. Біз барлығымыз киім киеміз, осы киімдегі ысырапқа да көңіл бөлуіміз керек. Адамға жарасымды, әдемі киім киюге дініміз тыйым салмайды. Жарасымды әдемі киім киюге болады. Алайда бағасы тым қымбат киімдерге әуестеніп ақша шашу, сән қуып киетін киімі бар бола тұра мақтану мақсатында үсті-үстіне киім алу сияқты істер ысырапқа жатады. Абай Хакім қара сөзінде айтады: адам баласына жыртықсыз, кірсіз сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек,
не киімі артық болмаса да көңіліне қуат тұтып тым айналдырмақ кербездің ісі дейді. Мақтанып киіну, біреу көрсін деп киіну, ысырап жасап киіну қадірлі жамағат дұрыс емес. Сондықтан қолымыздан келгенше киімді кигенді де байқайық. Кейбір адамдарда әрине мүмкіндік бар, киім алады. Егер сіздің киімдеріңіз тозбаған болса, қазір кезде мешіттердің жандарында арнайы тегін дүкен деген бар. Осындан бірнеше жыл бұрын біз ашқанбыз оны. Әрине баста ойлайсыз, адам келем екен деп сөйтсек, қадірлі жамағат 90% алып кетеді адамдар. Халықтың алып беріп келген киімдерін мешіт қызметкерлері жуып, тазалап қояды дүкенге. Адамдар әр жұмада келіп, өздеріне керектісін таңдап алып кетеді. Соның 90% келген киімдер адамдарға таратылады. Сондықтан ең болмағанда киімі бар кісілер осы адамдарға көмектесіп тұрғанында жөн болар. Ал енді қадірлі жамағат, ысыраптан арылу жолдары. Біз қалай ысыраптан арыламыз? Соған қысқаша тоқталып кетейік. Біріншісі, қияметте әр жұмсаған дүниемізден сұралатынымызды білу. Бұл дүниеде біз не істейміз? Барлығынан сұралатынымызды ұмытпау. Ысыраптан арылу немесе ысырап дертіне шалдықпас үшін адамның өзіне берілген әр нығмет үшін қияметте қатаң сұрау болатынын есте ұстау өте маңызды. Әр нығмет бізге Алла Тағала өмір береді, денсаулық береді, одан кейін адал жар береді, одан кейін бала береді, көлік береді, үй береді, барлығын береді, осының бәрі нығмет. Бірақ бұның барлығынан сұраламыз. Осыны ұмытпауымыз қажет. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Сумма латусалунна яума изин анин наим» дейді. Сол күні әр нығметтен әлбетте сұраққа тартыласыңдар деп Такасур сүресінің 8-ші аятында Алла Тағала баяндайды. Өмір сынақ, әр іс үшін Құдайдың алдына барғанда сұраламыз. Ардақты пайғамбарымыз хадисінде айтады: қиямет күні 4 нәрседен сұралмай, құлдың аяғы жылжымайды. Ол өмірін қалай өткізгендігі, жастық шағын қалай өткізгендігі, мал дүниесін қалай тауып, қайда жұмсағандығы, біліміне қалай амал еткендігі. Осы 4 сұрақтан сұралмай, аяғы жылжымайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қадірлі жамағат, қарап тұрсақ, өмірін қалай өткізген және жастық шағын деп бөлек айтылып жатыр. Жастық шақ ол ерекше сұралатын уақыт. Өйткені адамның күші көп, денсаулығы мықты кезде сондай Алланың нығметін сауапты істерге жұмсауы біз үшін өте маңызды, қажет дүние. Ал енді дүниеге қатысты адам екі түрлі болады. Бір адам адал жолмен табады, бірақ жұмсағанда ысырапқа, харамға жол береді. Екінші адам арам жолмен табады, бірақ дұрыс жолға жұмсап жатырмын деп ақталады. Хадисте бұның екеуі де сұралатыны айтылған. Сол себепті мұсылман адам адал жолмен тауып, адал жолға жұмсағаны біз үшін өте маңызды. Екінші қадірлі жамағат, алдын алу, ысыраптың өзін әр істе орта жолды ұстануға тәрбиелеу. Орта жолды ұстануға тәрбиелеу. Құранда Алла Тағала айтады: қолыңды мөлде мойныңа байлаулы қылмада, бүтіндей ашпа, өте сараң да, тым дарақы да болма дейді. Яғни сараң болма, немесе дарақы болма. Ортаны ұстан деп тұр Алла Тағала Құранда. Сонда біз ысырапшылыққа жол бермейміз. Үшінші, нәпсіні тәрбиелеу. Адам нәпсі көп нәрсені қалай береді, білесіздер. Бірақ адам нәпсін ұстай тәрбиелеу өте жақсы. Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, бір күні базарға бара жатқан Жәбір атты сахабаны жолықтырады. Жөн сұраса келіп, Жәбір, Алла о кісіге разы болсын, өзінің ет жегісі келгенін, соны сатып алуға базарға бара жатқандығын айтады. Сонда Хазіреті Омар айтады: «Күлләмә иштәхәйті, иштарайты» дейді. Әрбір көңілің қалағанды сатып ала бересің бе дейді.
жәбір ойланып қалып, өзінің көңіл қалауының артынан еріп бара жатқанын түсініп, қайтадан кері үйіне қайтып кеткен екен. Яғни адамның көңілі әр нәрсені қалай беруі мүмкін, бірақ біз өз нәпсімізді игеріп, басқарып, қажет дүниеге жұмсап, қажет емес дүниелерде өзімізді ұстай білгеніміз мінекей нәпсі тәрбиесі екен. Құрметті жамағат, ысыраптың адамға бұл дүниеде және ақыретте тигізетін зияны өте үлкен. Хакім Абай айтады: өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ 5 дұшпаның білсеңіз деп, ысырапты 5 дұшпанның қатарына қосқан. Адамның 5 дұшпаны болса, соның бірі ысырап екендігін Абай атамыз бізге жеткізіп жатыр. Дана қазақ халқы баласын 3 ауыз сөзбен тәрбиелеген жақсы білеміз. Ол ұят болады, жаман болады және обал болады деген сөз. Ұят болады дегені өлімнен ұят күшті. Ұятты істі істеме, жаным арымның садақасы дегені. Жаман болады дегені жамандықтан аулақ жүр дегені. Жақсының шарапаты жаманның кесапаты тиеді деп қазақ айтады. Ал енді обал болады дегені, обал болады дегені әр нәрсенің сұрауы бар. Саған түкке тұрғысыз болған бір нәрсе басқа біреуге өте қымбат болуы мүмкін дегені. Одан бөлек ысырап болмасын, ысырап қылмаңдар дейтін ескертулерді бала күнімізде жиі естейтінбіз. Мұның барлығы жас ұрпаққа кішкентайынан астамшылықтан, орынсыз шашып төгілуден сақтандыру, тәрбиелеу баланы. Қазіргі таңда қадірлі жамағат, біздің қоғамға өте қажет дүние осы жастардың тәрбиесі. Өйткені олар ертең өсет, осы елдің иесі болады. Сондықтан жас балдарға дұрыстап тәрбие берейік. Ұят болады, жаман болады, обал болады деген сынды тәрбиелерді көбірек айту арқылы балаларымызды ұяттың не екенін, обалдың не екенін, жамандықтың не екендігін көбірек құлағына құйып үйретсек, ертең өскенде әкем, анам осылай айтатын еді, біз сияқты халыққа насихат айтқанда осыны айтып отыратын болады. Алла тағала бала шағамызға салихалы, тәрбиелі болуын нәсіп етсін иншалла. Сондай-ақ қадірлі жамағат, екінші біздің қоғамға өте үлкен қажет дүние ол отбасылық құндылық. Ерлі зайыптылардың арасындағы сыйластық. Осыған да біз қазіргі таңда көңіл бөлуіміз керек екен. Алла жар болсын, дұға тілек қабыл болсын. Жаратушы Алла Тағала сізбен бізге ысырапшылықтан сақтап, Алланың берген нығметіне шүкір етіп, дүниемізді сауапты іске жұмсап, күнәдан сақтануды Алла баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.